Расында сендерге уәде етілген нәрсе нақты орнайды дейді. Ол қиямет. Сендерге уәде етілген нәрсе нақты орнайды. Сөйтіп, сол орнайтын күннің көріністерінен Аллах Тағала көріністер береді қазір келесі аяттарында. Бірінші көрініс фаизан нуджуму тумисат. Біз бірінші мынау аяттарға жаңағы кірісер алдын айналамызға қарап алайықшы. Қазір түнде елестетіңіздер, түнде аспанға қараған кездеріңізде бейбіт түрде жұлдыздар жарқырап тұр. Әркім өзінің мақсатын, көктегі жұлдыздар жарқырап мақсатын орындап жатыр. Алла Тағаланың алдындағы міндет мақсаты орындалып жатыр. Олардың әрқайсысында Аллах Тағаланың құдіретіне, жалғыз екендігіне сілтейтін үлкен белгілер жатыр. Аспанда мызғымас тұр. Ешкім қауіп сезбейді, аспан құлап кете ме деп. Жер орнында тұр, теңселмей. Таулар, Алатауға қараңыздар, орнында тұр. Өзінің қызметін, міндетін атқарып жатыр. Әрбір адамның мерзімі өліммен аяқталғаны секілді, бүкіл әлемдердің ғұмыры қияметпен аяқталады. Әлемдердің ғұмыры аяқталатын күн қиямет күні. Қалай болады ол күн деген кезде Аллах Тағала бізге мынандай ескертулер береді. Фаизан нуджуму тумисат. Барлық жұлдыздар сөнген кезде, қараңыздар. Жаңағы нәрсе жоқ. Күллі жұлдыздар сөнген кезде дейді. Басқа бір сүрелерде айтқандай изас-самаун фатарат, аспан жарылған кезде, мысалы. Ва изал кавакибун тасарат. Бүкіл жұлдыздар төгіліп шашылған кезде орындарынан. Қараңыз, Алланың құдіреті аяқталды. Қызмет, міндет аяқталды. Есепке дайындық болып жатыр. Адам баласын қайта тірілтетін сәт келеді. Жұлдыздар шашылған кезде, жұлдыздар орындарынан құлаған кезде, жұлдыздар сөнген кезде. Ва изас-самау фуриджат. Аспан жарылған кезде дейді, қараңыздар. Аспан деген жарылады, жарықтар пайда болады. Ва футихатис-самау факанат абуаба. Наба сүресінде айтқандай, аспан ашылып, есіктерге айналған кезде дейді. Яғни Алланың әмірімен періштелер түсетін есіктерге айналған кезде. Ваншаққатис-самау фахия яумаизин вахия дейді Хаққа сүресінде. Аспан жарылып, сондай бір әлсіз нәрсеге айналған кезде дейді. Ал қазіргі кезін Алла Тағала айтады: «Холақас-самауати биғайри ғамадин тараунаха». Қараңдаршы дейді, жеті қабат аспанға. Тірексіз жаратып қойды ғой дейді. Көріп тұрсыңдар ғой дейді, тірек, ұстап тұрған тіректің жоқтығын дейді. Міне сол тірексіз бұзғымай тұрған аспандар өрмекшінің торынан да әлсіз күйге айналады екен. Уахия, бітті, жоқ аспандар. Алланың құдіреті. Кімде-кім осы күні сол құдіретке сенбеген болса, ол күнгі иманы пайда бермейді. Ол күні сенбейтін адам қалмайды. Барлығы сенеді. Өйткені құдіретінің үлкен белгілері орнайды. Жұлдыздар сөнген кезде, аспан жарылған кезде. Ва изал джибалу нусифат. Қараңыздар, Алатауды елестетіңіздер, қазір қараңыздар. Аспанда жаңағы таулар тас-талқан болып үгітілген кезде дейді, қараңыз. Нусифат деген етістік өзі тауға байланысты Алла Тағала бірнеше аяттар, бірнеше көріністер берген. Таулардың жүргізілуі туралы айтылған Аллах Тағала. Яума нусаййирул жибала дейді, қараңыздар. Тауларды орындарынан жүргізіп жібергенімізде, қараңыз құдірет қандай. Тауларды орындарынан жүргізіп жіберген кезімізде дейді. Фаиза нуфиха фис-сури нафхату вахида. Сол күні сұрға бірінші мәрте үрленген кезде. Ва хумилатил арду вал жибалу. Қараңыздар, Алланың құдіретімен мына жер мен тау көтеріліп әкетеді екен. Сөйтіп көтеріліп барып фадукката, тарс етіп соғылады дейді. Үгітіледі. Екеуі бірге дакката вахида,
бір ұрумен соғылған кезде ұнтақталып кетеді дейді. Қараңыздар, жоқ. Мына жер, мына тауларды қараңыздар да. Таулар орындарынан әкетіліп сағымға айналады дейді. Өзіңіз қараңыз, сағым деген нәрсе жоқ нәрсе, алыстан бар сияқты көрінеді, бірақ жоқ. дейді. Мысалы, Мүзәммил сүресінде де Аллах Тағала айтады сол нәрсені. Тау мен жер екеуі бірге сілкінген кезде, сол күні таулар сусымалы құмға айналады дейді. Қараңыз, су ақып атқан құмға айналады да. Алла Тағаланың құдіреті. Уақиға сүресінде де айтады Алла Тағала. Жер қатты сілкініспен сілкінген кезде. Тау деген ұнтаққа айналып кеткен кезде дейді. Соғылған кезде ұн бар ғой, ұнтақ. Ұнтақталып кетеді, бәсса деген ұнтақ болып кетеді дейді. Қараңыздар қандай. Ауаға жайылып тарап баратқан шаңға айналады дейді. Қараңыз Алланың құдіреті. Сол шаңға айналады, жаңа үгітілген кезі. Одан кейін шаңға айналады, одан кейін сағымға айналады, тау жоқ. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Ей пайғамбар, олар сенен таулар жайында сұрайды дейді. Ай тауларға, Раббым тауды үгітіп жоқ қылып жібереді. Қараңыздар, ұнтақ жоқ болып кетеді дейді. Солай жоқ қылады, фаязаруха қоған соф-софа. Оның орны теп-тегіс тап-тақыр жерге айналады дейді. Міне, осыны айтып отыр. Теп-тегіс тақыр жерге айналады дейді. Ла тара фиха иважан вала амта. Тау тұрған орнынан бір нәрсенің бүйтіп төбеленіп көтеріліп тұрғанда көрмейсің. Ойық жерде де көрмейсің. Мына столдың бетіндей теп-тегіс қыламын дейді. Теп-тегіс қыламын дейді да оны. Сол күні олар Аллах тарапынан әмір берілген шақырушы бір періштенің даусына қарай ереді дейді. Ерген кезде дейді, ешкім қисық мінез көрсете алмайды дейді ән жерде. Түгел ықыласына бөлінгісі келіп, ықыласқа бөлінгісі келіп, сондай тәртіпті соған қарай ілеседі дейді. Сөйтіп махшар әлеміне қарай, жаңағы майданына қарай айдап әкелген кезде Хошағатил асуату лир-рахмани фәлә тасмағу илля хамса. Қараңыздар құдіреті қандай, Аллах Тағаланың пәрмені, құдіреті. Дауыстардың барлығы сынады дейді. Қараңыздар, бүкіл дауыстар рахманға сынады дейді. Өшкен, кешегі айқай, кешегі ей деген дауыстар жоқ, сынған дауыстар. Ол күні барлығы сынады. Бірақ мұсылман мен жаңағы Алланы мойындамаған адамдардан арасында айырмашылық. Мұсылман осы дүниеде сынғанда, осы дүниеде сынуды ол біледі. Алла Тағаланың әмірі келген кезде, ол сыну деген нәрсенің ләззатын біледі де Алла үшін. Сондықтан оның сынғаны ол күні рахымға бөлейтін сынуда ол, өзіңіз ойлаңыз. Ал кім бұл күні сынбаса, ол күнгі сынғаннан ешқандай пайда жоқ. Дауыстар сынады, сүмірейеді, өшеді дейді. Фәлә тасмағу илля хамса. Тек қана сыбдыр, сыбыс естисің дейді. Аяқтың сыбдырын. Қараңыз. Сыбыр жаңағы сыбдырды ғана естисің дейді пайғамбар. Яума изин, ол күні ла танфағу шафаға, ей пайғамбар, үмбетіңе айт. Ол күні ешқандай шапағат пайда бермейді. Илля мен әзина лахур рахману ва радия лаху қаула. Рахман кімге рұқсат берсе ғана. Рахман кімге рұқсат берсе ғана, сол рұқсат берілген шапағатты айтпағанда ол күні ешкімнің шапағаты пайда бермейді. Ешкім шапағат ете алмайды, ешкімге болса алмайды. Бүкіл мансаптар сынады, жоқ, ешкімге келі жоқ. Кімнің кезінде директор болғаны, профессор болған, не болғаны сынған бәрі. Қиямет сондай нәрсе түгел сындырады, түгел өшеді ол жерде.